2024 жылғы статистикаға сүйенсек, әлем бойынша Қазақстан ажырасудан екінші орынға келді. Яғни ажырасу кезінде неше түрлі мәселелер туындайды. Ол мүлік дауы, бала дауы, алимент дауы. Осы ажырасқанда мүлік кімге қалады деген сұрақ туындап тұр. Ажырасу өмірдегі ең қиын кезеңдердің бірі. Бірақ одан да қиын мәселе ортақ мүлікті бөлу. Бүгін біз Қазақстан заңдарына сүйене отырып, ажырасқан кезде мүліктің кімге тиесілі болатынын және оны қалай дұрыс бөлуге болатынын қарастырамыз. Ажырасқанда қандай мүлік бөлінеді? Қазақстан Республикасының неке, ерлі зайыптылық және отбасы туралы кодексінің 33-ші бабына сәйкес, некеде алынған барлық мүлік ол ортақ меншік болып саналады. Яғни ерлі зайыптылар некеде тұрған кезде алған пәтер, үй, жер учаскесі, автокөлік, бизнес, акциялар, банктегі депозиттер мен жалақы ортақ болып есептелінеді. Несиеге алынған заттар барлығы ортақ болып есептелінеді. Бірақ жекеменшікке жататын мүлік те бар. Некеге дейін алынған мүлік, сыйлыққа, яғни дарственный, мұраға алынған заттар, жеке заттар, киім, әшекей, бұйымдар және қолданылатын заттар ол жеке мүлік болып есептелінеді. Мүлік қалай бөлінеді? Негізгі ереже ортақ мүлік тең бөлінеді. Кодекстің 38-ші бабына сәйкес. Бірақ кейбір жағдайларда бір тарап көбірек үлес алуы мүмкін болып жатады. Егер бір тарап балаларды асырап отырған болса, сот оған үлкен үлес беруі мүмкін. Егер жұбайлардың бірі отбасылық бюджетке мүлдем үлес қоспаған болса, мысалы жұмыс істемей, табыс таппаса, онда көбірек екінші тарап алуға мүмкіндік туады. Егер жұбайлардың бірі мүлікті жасырып қойса, егер бір тарап мүлікті басқа адамның атына аударып жіберсе, немесе жасыруға тырысса, бұл әрине заңсыз. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 152-ші бабы бойынша мүлікті әдейі жасыру жалған мәміле деп есептеледі. Және сот бұл келісімді жарамсыз деп тануы мүмкін. Бұл тек қана азаматтық тәртіпке емес, қылмыстық те жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ажырасу кезінде несиелер қалай бөлінеді? Егер несие некеде алынған болса, ол да ортақ қарыз болып есептелінеді. Бірақ егер несиені бір жұбайы өз пайдасына ғана жұмсаса, сот қарызды сол адамның мойнына қалдыруы мүмкін. Егер несие отбасылық қажеттіліктерге жұмсалған болса, оны әрине екіге бөлінеді. Яғни неке кезінде алынған мүліктің барлығы ортақ және қарыздары да ортақ болады. Мүлікті қалай дұрыс бөлуге болады? Мәмілеге келу, яғни мирное соглашение. Егер ерлі зайыптылар келіссе, нотариус арқылы мүлікті бөлу туралы келісім, яғни бөлу актісін жасай алады. Бұл ең оңай және арзан әдісі. Сот әр тараптың үлесін, қаржылық жағдайын, балалардың кіммен қалғанын ескеретін болады. Ортақ бизнес ажырасқанда қалай бөлінеді? Егер бизнес некеде құрылған болса, ол да ортақ мүлікке жатады. Сот келесі шешімдерді шығара алады. Бір тарап екінші тарапқа ақшалай өтемақы төлейді. Бизнес екіге бөлінеді. Бизнес бір тараптың меншігінде қалады, бірақ екіншісі тарап дивиденд немесе үлес ала алады. Егер мүлік некеде алынған болса, ол теңдей бөлінеді. Бірақ кейбір жағдайларда сот үлесті қайта қарауы мүмкін. Ең оңай жол бейбіт келісімге келу. Ал егер келісім болмаса, заң бойынша сот арқылы бөлуге болады. Мүлікті бөлу туралы толық нұсқаулықты менің өзімнің авторлық кітабымнан таба аласыздар. Егер бұл ақпарат сіздерге қызық болса, онда маған тіркеліп және жанашыр жақын адамдарыңмен бөлісуді ұмытпа. Ал егер сізге осындай жағдай туындап,
сізге заңды кеңес немесе заңды көмек керек болатын болса, мен астына сілтемені қалдырамын, сол сілтемеге шығып хабарлассаңыздар болады. Заңнан зардап шекпей, заңды әрқашанда өзіміздің қорғауымызға қолданып жүрейік ағайын.